Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге корн-дог дайындаймыз. Бұл үшін бізге 100 грамм ұн, 200 мл сүт, 1 жұмыртқа, 1 ас қасық қант және де шым-шым тұз, 1 шай қасық разрыхлитель қажет болады. Мен разрыхлительді ұнның үстіне салып жібердім. Бірінші болып жұмыртқамызды бір ыдысымызға саламыз. Үстінен қантты салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне тұзды салып жібереміз. Енді сүтті құйып, біркелкі болғанша араластырамыз. ұн мен разрыхлительді салып, жақсылап араластырамыз. Міне бізде осындай сұйық қамыр дайын болады. Енді бізге қажет болады 2 пачка шұжық, яғни сосискелер қажет болады, және де осындай шпажкалар қажет. Шұжықты екіге бөліп аламыз. Шпажкаларды осылайша тығып шығамыз. Шұжықтарыңыз тоңған күйінде болмау керек. Егер де морозилькте тұрған болса, оны толықтай ертіп, содан кейін жасаңыздар. Мінекей мен барлық шұжықтарды шпажкаға тығып алдым. Қамырыңызды өзіңізге ыңғайлы ыдысқа құйып алсаңыздар да болады. Мен осындай стаканға құйып алдым. Және де сосискелерімізді осылайша қамырымызға батырып алып, майда қуырып аламыз. Майда қуырған кезде айналдырып тұруымыз қажет. Міне осымен біздің корн-догтарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.